Ертеде бір әдемі әрі тыныш ауылда жаңа таң атты. Осы ауылда бір мейірімді ана қызымен бірге өмір сүрді. Үйдің іші әрдайым жылу мен ананың қамқорлығына толы еді. Кішкентай қыз тәтті ұйқысынан оянып, жаңа күнді қарсы алды. Күннің шуағы бөлмені жылытып, Қыз терезеден сыртқа қарады. Құстар сайрап, әтештер шақырып жатты. Таңғы ас кезінде анасы қызына мейіріммен қарады. «Қызым, бүгін әжеңнің халын сұрап қайтсаң қалай?» деді ол. «Мына бәліш пен бір құты майды апарып берерсің». Қыз анасының сөзін мұқият тыңдап басын изеді. Ол әжесін қатты жақсы көреді. Қыз таңғы астан кейін бөлмесіне кіріп, ақырын дайындала бастады. Ол өзіне таныс, сүйікті қызыл шапанын киді. Анасы да қарап тұрмады. Ол әжесіне арнап, дәмді бәліштерді, май мен тағамдарды себетке салуда. Қыз жолға жиналды. «Анашым, мен тез ораламын», деді ол. Анасы қызын құшақтап, ақ батасын берді. Анасы қызына ұзақ қарап тұрып, қолын бұлғап қала берді. Қызыл телпек алыстай берді. Алда оны жаңа жол, жаңа әсерлер күтіп тұрды. Орман іші қызыл телпекке ерекше әсер сыйлады. Құстардың әні, жапырақтардың сыбыры. Қызыл телпек жұмсақ шөптің үстіне жатып, аспанға ұзақ қарады. Гүлдің иісін сезіп, арманына ерік. Бір сәтте қызыл телпек өз міндетін есіне алды. «Ойбай, мен әжеме асығуым керек», деді ол. Ал осы кезде орманның бір түкпірінде айлакер қасқыр қызыл телпекті алыстан бақылап тұр еді. Қызыл телпек өз жолымен келе жатты. Ал сол сәтте орманның ішінен біреу оған жақындай бастады. «Сәлеметсің бе, кішкентай қыз?» Орманда жалғыз жүргенің қалай? Сәлеметсіз бе? «Мен әжеме бара жатырмын». Әжең қай жақта тұрады? Ұзақ жол ма? «Иә, орманның ар жағында, ауылдың шетінде тұрады». Онда асықпай жүре бер. Орман қандай әдемі, сол. Мына қыз оңай олжа сияқты. Бірақ мен асықпаймын. Барлығын ақылмен істеу керек. Бірақ сол сәтте қасқыр орманшыны байқап қалды. «Жоқ, орманда бұл істі жасауға болмайды», деді ол. «Кішкентай қыз, егер қаласаң бір қызық ойын ойнайық». «Жарыс па?» «Иә, сен мына жолмен бар, ал мен ана жолмен жүрейін». Қызыл телпек қасқырдың сөзін ойын сияқты қабылдады. Ол өзін әлі кішкентай сезінетін. Ал жарыс... Қызыл телпек ұзақ, бірақ әдемі жолды таңдады. Ал қасқыр өз жолмен асыға жөнелді. Қызыл телпек өз жолмен асықпай келе жатты. Ол әжесімен кездесуді зор қуанышпен күтті. Ал қасқыр болса орманнан тез шығып, әженің үйін алыстан көрді. Жоспарым іске асады деп ойлады ол ішінен. Тоқ. Әже, бұл мен ғой немерең, қызыл телпек. Саған бәлішпен бір құты май алып келдім. Әже ішінен ойлады. Дауысы бір түрлі екен. Бірақ, бәлкім, қызыл телпек өсіп қалған шығар. Әжей орнынан баяу тұрып, есіктің тұтқасына жақындады. Ол немересін көретінін ойлап, есікті ашты. Қасқыр айласын іске асырды. Ол әжені байқатпай, пештің арқына жасырып қойды. Қасқыр әженің киімін киіп, төсекке жатты. Енді бәрі дайын деп ойлады ол ішінен. Қызыл телпек те әжесінің үйіне жақындады. Ол әжесін көретінін ойлап, қуанып келе жатты. «Тоқ. Әже, мен келдім. Саған бәлішпен бір құты май алып келдім». «Әже? Неге есікті ашпай жатырсың? Мен келдім ғой». Қасқыр ішінен қуанды. «Міне, келді қызыл телпегі», деді ол. «Енді бәрі мен ойлағандай болады». «Кешір құлыным». «Мен ауырып қалып едім, сондықтан есікті бірден аша алмадым». «Кіре ғой, қызым». Қызыл телпек үйге абайлап кірді. Бәрі таныс сияқты. Бірақ бір түрлі сезім оның көңілін мазалады.
Әже, сенің даусың бір түрлі екен. Әже, неге қолың сондай үлкен? Әже, Неге құлағың сондай үлкен? сені жақсы есту үшін құлыным. Ал, неге көзің сондай үлкен? Сені жақсы көру үшін. Әже, Неге құлағың сондай үлкен? сені жақсы есту үшін құлыным. Ал неге көзің сондай үлкен? Қасқыр ішінен ойлады. Жетеді, енді уақыт келді. Ол менікі, мен оны жеймін. Сол сәтте қызыл телпек бәрін түсінді. Бұл әже емес еді, бұл қасқыр болатын. Үйдің іші әп сәтте абыр-сабыр болды. Қызыл телпек қашты, ал қасқыр артынан қуды. Осы сәтте үйдің жанынан өтіп бара жатқан орманшылар бір түрлі нәрсені байқады. Үйдің ішінде бірдеңе болып жатқан бірден сезді. Көмек керек екенін олар түсінді. Тоқта, үйдің ішінде бірдеңе болып жатқан сияқты. Иә, біздің көмегіміз керек сияқты. Дәл сол сәтте үйге орманшылар кіріп келді. Қызыл телпек енді жалғыз емес еді. Тоқта! Бұл қасқыр! Кет бұл үйден дереу! Орманшылар бәрін түсінді. Орманшылар әжені де аман есен босатып алды. Қызыл телпек пен әжесі аман қалды. Сол күннен бастап қызыл телпек сақ болуды үйренді. Қасқыр ішінен күрсінді. Әттеген-ай, жоспарым іске аспады. Әжесі қызыл телпектің үйіне қарай бірге аттандып. Олардың жүрегі қуаныш пен тыныштыққа толы еді. Ал балалар, ертегі осымен аяқталды. Келесі ертегіде кездескенше, кішкентай көрермен.